Кітапхана білім мен мәдениеттің алтын қазынасы, ал сол қазынаны сақтап дамытатын тұлғалар кітапханашылар. Олардың ішінде ұзақ жылдар бойы осы салаға адал қызмет еткен ардагерлердің орны ерекше. Осындай жандардың бірі Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, кітапхана саласында 45 жыл еңбек еткен, 25 жыл кітапхана басшысы болған Кәбира Кәрейқызы Кәреева. 1963 жылы Ұлытау ауылдық орта мектебін тәмамдағаннан кейін 1 жыл еңбек етті. Сол заманның жастары сияқты ол да арман қуып, Алматы қаласындағы мемлекеттік қыздар институтының кітапхана бөліміне оқуға түседі. 1969 жылы ойдағыдай аяқтап, туған жері Ұлытау селолық балалар кітапханасының меңгерушісі қызметінен еңбек жолын бастайды. 1970 жылы Сәтпаев қаласының көпшілік кітапханасында аға кітапханашы жұмысын атқарып, сол жерде шыңдалып, қалалық советте депутат қызметін атқарды. 1978 жылы Сәтпаев қаласының кітапханалары орталықтандырылып, бір жүйеге біріктіріліп, ең алғашқы директоры болып Кәбира Кәрейқызы тағайындалды. Білікті маман 1984 жылы Жезқазған қаласындағы нөмір 8 мектеп гимназиясында кітапхана меңгерушісі болып қызмет атқарды. Нәтижелі еңбегінің арқасында облыстық кітапхананың әдістемелік бөлімінің меңгерушілік қызметіне шақырылды. Ал 1988 жылдың қазан айында облыстық мәдениет бөлімінің бұйрығымен облыстық кітапхана директоры болып тағайындалды. Кәбира Кәрейқызы басшылық еткен уақытта облыс бойынша 295 кітапхана болды. Облыстағы кітапханаларға көмек көрсетіп, жұмыстарына бағыт-бағдар беріп, облыстық, республикалық семинар, конференциялар өткізіп тұрды. Облыс кітапханаларын бір жүйеге біріктіру жұмыстары нәтижелі болып, облыстық кітапхана жанынан 1 жылдық курс ашылып, онда селолық, аудандық кітапханашылар білімдерін көтерді. 1989 жылы насихаттау бөлімінің көмегімен Кәбира Кәрейқызының басшылығымен кітапхана Бейбітшілік көшесінде орналасқан ескі ғимараттан көшіп, 1990 жылдың басында Есенберлин көшесіндегі 1650 шаршы метрлік ғимаратқа ие болды. Кәбира Кәрейқызы басшылық еткен жылдары кітапхана жұмысын жаңа деңгейге шығарып, оқырмандардың қажеттіліктеріне бейімделген жүйелі реформалар жүргізіп, кітапхана қоры заманауи басылымдармен толықтырылып, жаңа технологиялар енгізілді. Кәбира Кәрейқызы басқарушылық қабілеті жоғары, жаңашыл ойлайтын және өз ісіне жан-тәнімен берілген маман. Ол кітапхана жұмысының тиімділігін арттыру үшін заманауи цифрлық технологияларды енгізіп, оқырмандарға онлайн қызмет көрсету жүйесін қалыптастырды. Сонымен қатар, жастардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру мақсатында түрлі әдеби іс-шаралар, кітап көрмелері, ақын жазушылармен кездесулер ұйымдастырды. Оның жылдар бойғы еңбегі сансыз оқырманға жол көрсетіп, рухани азық сыйлаған шырақ іспетті. Ол тек кітаптарды сақтаушы ғана емес, білім мен ағартушылықтың нағыз жаршысы болды. Кітапхана саласындағы қажырлы ұйымдастырушылық қасиетінің арқасында көптеген жетістіктерге жетті. Бірнеше рет қалалық, облыстық, мәдениет басқармасының, мәдениет министрінің, облыстық қалалық әкімнің мақтау қағаздарына ие болды. Қазақстан Республикасы мәдениет министрінің сыйлауға мәдениет қызмет көрсету үздігі, мәдениет қайраткері төсбелгілерімен марапатталды. Майталман маман Қазақстан әйелдері республикалық журналына жарияланып, есімі әйелдер Қарағанды облысының ұлағатты ұстаздары Сәтпаев Жезқазған қалаларының энциклопедияларына, Жезқазған қаласында тұңғыш шыққан Жезқазған и его женщины жинағына енді. Еңбек еткен жылдары Түркия елінің Стамбул қаласында өткізілген халықаралық кітапханашылар форумына қатысып, алған білімін іс тәжірибесінде қолданды. Ардагер кітапханашы 2006 жылдың қазан айына дейін Сәкен Сейфуллин атындағы кітапхананы 20 жыл басқарды. Құрметті демалысқа шыққаннан кейін «Дань уважения золотому возрасту» кітабының техникалық авторы болды. Кәбира Кәрейқызы тек кітап сақтаушы емес, ол білімнің, мәдениеттің және руханияттың шырақшысы.
кәсіби маман ретінде ол оқырмандарға сапалы қызмет көрсетіп қана қоймай, олардың таным көкжиегін кеңейтуге, ізденіске жетелеуге ықпал етті. Басшы ретіндегі рөлі кітапхана ісін дамытуға, жаңа технологияларды енгізуге және ұжымға дұрыс бағдар беруге негізделді. Оның еңбегі ұлттың зияткерлік әлеуетін нығайтуға қосылған баға жетпес үлес.